Сәлем достар, бүгін осындай ассорти тағамын дайындаймыз. Ауызашарға өте керемет дәмді кететін тағамдардың бір түрі. Ең алдымен етті, кез келген ет түрін, сіздерде сиыр болуы мүмкін, сиырдың еті болуы мүмкін, жылқының еті болуы мүмкін. Менде мұнда жылқының еті. 4 бұрыштап әдемілеп тура боламыз. Етті қатты майда қылмай, орташа қылып 4 бұрыштап шамамен 1 килограмдай етті тура боламыз. Бұл ұжымдық тағам болғандықтан барлығында 5-6 адамға есептеп тураймыз. Мінекей етімізді турадық. Ендігі кезекте балықты дайындаймыз. Менде филе судака. Оған керегі 800 граммдай балық, 1 ас қасық тұз, қаймақ, приправа для рыбы, қара бұрыш қажет болады. Енді осылай әр қайсы филемізді жақсылап тұздаймыз. Менде мұз болғандықтан осылай қатып тұр. Сіздер мұздатқыштан шығарып, ертіп алсаңыздар да болады. Әр қайсысын тұздап, қара бұрыш сеуіп шығамыз. Енді қаймағымызды алып, 2 ас қасық шамамен қаймақ кетеді. Үстіне балықтың приправасын қосып, жақсылап араластырамыз. Тағы да бір лайфхак айта кетейін. Егер балық өнімдеріне, сүт өнімдерін қолданатын болсаңыздар, балықтың иісі де, аса қатты дәмі де шықпайды. Бұл жаңағыдай балықтың иісін ұнатпайтын адамдарға лайфхак. Енді мұны осылай противеньға салып аламыз да 200 градус қызып тұрған пешімізге салып аламыз 20 минутқа. Ендігі кезекте табамызға майымызды құйып, пиязымызды салып, сарғайғанша қуырып аламыз ең алдымен. Енді жаңағы тураған жылқының етін саламыз. Мен тұз қоспаймын, қыздар, себебі менің етім тұздалған. Сіздердің еттеріңіз тұздалмаған болса, татымына қарай тұз, қара бұрыш салып, және осылай күрішті, 3 кесе күрішті суық суға салып қойдым. Бұл бізде гарнирға жүреді. Етті жақсылап арасын ашып қуырып, үстіне бастапқыда су құймай бұқтыруға қоямыз. Ендігі кезекте тауықтың етін осылай бөлшектеп турап аламыз. Шамамен менде 3 карачка кетті, ол шамамен болады 1 килограмдай. Енді бізге керегі карачкаға қосамыз тауық етіне 1 үлкен бас чеснокты өткіземіз қысқыштан. Одан кейін қызыл бұрыш шамамен жарты шай қасық қосамыз, қара бұрыш 1 шай қасық және универсальный приправа. Ол да шамамен 1 шай қасық қосамын. Енді бұның фишкасы соевый соус қосамыз. Үлкен ас қасықпен 1 ас қасық шамамен. Енді жақсылап араластырып, бұны маринаттауға 5-10 минутқа қойып қоямыз. Дәмі сіңгенше. Енді етіміздің суы тартылып келе жатыр. Суы тартылған соң 1 кесе кәдімгі краннан су құйып, бұқтыруға қойып қоямыз, қыздар. 15-20 минут әбден піскенше бұқтырамыз. Енді күрішімізге кірісеміз. Жаңағы салқын суда 3 үлкен кесе күрішімізді бірінші қазанға сұйық майымызды құйып, қыздырып, күрішімізді, тап-таза күрішімізді салып араластырамыз. Бұның фишкасы осы, қыздар, күрішті сұйық майға қызып тұрған кішкене қуырып алсаңыздар, өте жаңағыдай әдемі болып шығады. Енді 2 шай қасық тұз қосып, араластырып, күрішімізді кішкене қуырып аламыз. Енді осы 3 кесе күрішке мен 3 кесе су ғана құямын. Себебі бұл күріш 10 минуттай салқын суда өзінің бойына суын тартып алды уже. Бұл қайнағаннан кейін бетін жауып 20 минутқа пісіреміз. Ендігі кезекте тауығымызды қуырамыз. Ол үшін осындай табаға майымызды құйып, маринатталған тауығымызды салып қуырамыз.
Енді бір бас пиязымызды осылай турап қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тауыққа ешқандай су қоспаймын, өзінің сөлінде піседі. Мен бағана судақтан қалған бір 300 грамдай балығым бар еді. Оны құр тұздап, ұнға аунатып, осылай жанына қуырып салсам ба деп ойладым. Сіздер де қалдырмай барлығын қолдансаңыздар, өте жақсы дәмді болып шығады. Енді мұнда тауығымызды тексереміз. Тауығымыз міне өзінің сөлі шықты, өз сөліне піседі. Балығымыз қуырылуда, етіміз бұқтырылып дайын болып қалды. Күрішіміз де даяр болды. Ендігі тамағымызды жинаймыз. Осындай дөңгелек тәрелкеге осылай кесеге әдемілеп салып, қыздар, керемет көңіл күймен ауыз ашарға таптырмас асорти дәм, асорти тамағын жасап, үйдегі адамдарды қуантыңыздар. Енді еттерін жан-жағына қоямыз. Осындай керемет асорти тағамын ауыз ашарға жасайтын болсаңыздар, үйдегі ораза тұтқан жандар әлбетте қуанышты боларына сенімдімін. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, қолдағандарыңызды күтемін, достар. Әр жұма сайын менің каналымда жаңадан рецепттер шығып отырады. Міне енді балығымызды қоямыз қасына. Және де көкөністермен, қиярмен, қызанақпен тамағымызды әрлейміз. Міне духовкада піскен балығымызды қоямыз. Өте сондай дәмді, сочный асорти тағамын үй жағдайында жасап, дәмханадан кем түспейтін тамақпен жақындарыңызды қуантыңыздар. Келесі рецептте кездескенше, достар.